Сәлем достар, осындай әдемі қолданыс алатын гүлдерді жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауда басып қойсаңыздар. Кеттік. Ең алдымен бізге осындай салфетка керек болады, 4 штук, және де қайшы. Сосын бізге осындай жіп керек болады. Және де мен ортасына осындай ақ салфетканың 1 штугын қосатын боламын. Ең алдымен осылай видеодағыдай салфеткамыз осылай жайып аламыз, үстіне қойып. Одан кейін үстіне осы ақ салфеткамызды қоямыз. Дұрыстап тегістеп алғаннан кейін шетінен бастап осылай қайырып жасап шығатын боламыз. Жасап болғаннан кейін осындай жіптің көмегімен дәл ортасына осылай жіппен буып түйіп аламыз. Одан кейін осы екі шетін дөңгелектеп қайшымен қиып шығатын боламыз. Міне достар, осылай қиып болдық. Енді ортасынан жайлап ашып, ақ салфетка жағын алға қаратып, осылай бір шетінен бастап рет-ретімен ашып шығатын боламыз. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып отырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне достар, осылай ашып болдық. Осындай таяқшаның екі ортасынан бөліп, өзіңіздің салатын ыдысыңызға байланысты көлемде осылай астың жағына қыстырып дайындап алдым. Келесі сынған жағына мен осылай салфеткеден жапырақ жасайтын боламыз. Осылай түйіп алып, мына жарты осындай ағашымызды арасына салып жіппен байлап тастаймыз. Міне достар, осылай біздің әдемі қолданыс алған өте оңай гүл жасап шығардық. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Менің арнамда әр күн сайын осындай қызықты видеолар шығып тұрады.